Рахмет. Құрметті мына қариялар, келіп отырған бүгінгі мынау іс-шараны көрер отырған. Одан кейін айтарымыз мынау балабақша ұжымына, Тәушен ана балабақшаның ұжымына басшысы мынау Ұлту ханым бастаған басшы келгелі бері балабақшада өзгеріс болып жатыр. Өздеріңіз сезініп көріп отырған шығарсыздар енді. Леп кірді. Иә. Жаңа леп. Құдай қаласа еңбектеріңіз жансын. Жаңа мынау қарияларымыз жақсы әдемі сөз айтып кетті. Мынау отырған ұлылардың мекені десек, мына сол ұлылықты көрсеткен мына еліміздің атын шығарған апамыздың бірі осы Тәушен апамыз. Оны қандай деңгейге шығарып көтеріп мақтасақ та болса дәріптесек те жарасатын абыройлы аты бар. Сондықтан мына балабақшаның атының өзін Тәушен апаның атына берілген осы көшін мына ұжымға айтарымыз, Құдай қаласа мына балабақша ауданның көлемінде, облыстың көлемінде бір жақсы, абыройлы бір ұжым болсын дейміз. Еңбектеріңіз жана берсін, Құдай қаласа мынау бүлдіршіндеріміз өсе берсін дейміз. Бүгінгі іс-шараларыңыз құтты болсын. Құдай қаласа мына кабинетімізге енді мынау лентасын қарияларға берейік. 90-ға жақындап көреміз. Çakandan keyif gördüm hocam. Ooo, ya baban. Ara, evet. Çakandan gelmiş. Güzel. Кәбит баспайық. Мына апаның өздерінің киімдері ғой деймін. Иә. Айтыста талай киген. Айтыста киген. Рахмет айналайындар. Елдің елеулі адамдарының атын шығару осындайдан басталады. Рахмет айналайын. Тәушен апа деген апа кештеу көзге көргенмен бірталай нәрсені көрсетіп кеткен апамыз бұл. Жақсылықта. Жақсы, рахмет. Рахмет айналайын. Еңбектерің жансын. Бәрекелді. Алтыгүл ауылының құрметті азаматтары, ел азаматтары, ақсақалдарымыз, баталы қарияларымыз, мына біздің Тәушен ана бөбекжай балабақшасынан қош келдіңіздер. Мына Тәушен апамызға арналған үлкен бүгін ерекше күн. Мерекелік күн бізде. Өйткені Тәушен апамызды ардақтап, ұлықтап, мына ерекше тарихта қалсын деп апамыздың мына өскелең ұрпақ біліп өссін апамыздың қандай өнерлі кісі болғанын, ақын болғанын деп дәріптеу мақсатында мына кабинетімізді аштық. Өздеріңіз куә болыңыздар. Құдай қаласа ел батасын алып, үлкен биік белестерден көрініп, абыройлы болып жүре беріңіздер. Әкім ағамызға да Құдай қаласа үлкен жетістік, жеңістер. Аудан бойынша шақырмағымыз. Сондай мәдениет саласының адамдары осы ескеру керек. Сіз де ескеріңіз. Рауышқұлға бардыңыз, ауылымызда бір абай кісі бар. Тәушен Әбуова деген естіппен деді. Қызым ете беріңіздер. Мен Тәушен апа біздің ауылымыз ғой. Біздің осы Шәудірден колхоз асыру уақытында әке-шешесі болған екен. Сол жаңағы соғыстан кейінгі жылдары өте қиын жағдайда біздің талап бөлімшесіне келді. Колхоз талапты. Біздің атында бөбекжай балабақшасы бар орында. Бұл Тәушен ағамыз жалғыз Балтакөлдің ғана мақтанышы емес, бұл республиканың мақтанышы болған уақытысында енді соны елеп ескеріп, мінекей ауылға жақсы бүгінгі бақшамызда айтылып келген ақиқаттың Тәушен кезінде айтыс өтемінен кешіріп кетсе де облыстық республикалық халықаралық айтыстардан атой салған Тәушен Жорабекқызы 1908 жылы 2 наурызда оңтүстік Қазақстан облысы
Жамбылдың 70 жылдығында айтқан Манап Көкенов ақынымыз. Мынау Тәужен апамыз. Алтошынжан Мен саған жан улалайын, қымырдадайын шалың балалада, менің жайым өзіңе белгілі ғой. Білмеймін сенде қандай шама болма. Болды. Енді апамыз айтсын, айта болсын. Өмірге кімдер келіп кім кетпеген, ақын бар ма халқыма кім жетпеген. Табыналық бауырларым сәлем берді мәнге етіп құрметпеген. Ой, ал енді ұлағат айтасы. Жасы ұлғайып келген соң демаларға. Жасы ұлғайып келді дегеннен соң демалуға үйде жатып қалуға шама болма. Тәушен досым келді дегеннен соң айтысты беріп едім балаларға. Мен апа айтамын. Отырардан әкелдім сәлімдерді, өлең менен күзетіп әнімденді. Сау саламат жүрсіз бе мана бақын. Әл-Фараби бабасынан кеп отырмын. Әл-Фараби бабамнан кеп отырмын, жетпіспен құттықтап тәрізденді. Мана бақын, айтады. Тәужен саған. Алтошынжан Кезекті берейін. Айта берсін, сенің үстен болсын мерейін. Халық қасында кәдекей не айтасын, шамаң менен шарқыңды көрейін да. Қалғасына Не айтасын? не айтасын? Шамаңды көрейін. Шамамда көрейін. Апа айта ғой. Айта бер. Ақындарға қойлар талап деген, әрине ақындар жоқ қарап деген. Мен өзімді бақыттымын деп санаймын, өйткені әріптесім манап деген. Ана бақын екеуі қатар өскен, ақын жаңағы 70 жылдығында екі кісі айтысқан. Екеуі мына балаларға беріп ем, амал жоқ досым келген екен, кеп отырмын деп, қария болса да екеуі айтысқан екен. Кішігірім үзінді енді. Азғандай уақыттың ішінде мына тақпақ құсып айтып жүреді.